Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін таңғы асқа дайындалатын, лаваштан дайындалатын бүйрек дайындайтын боламыз. Бүйрегіміз 5 минутта дайын болады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Алдымен лаваштарымыз кесіп, бөліктерге бөліп аламыз. Мен ортасына, салмасына ірімшік салды, орадым. Сіздер үйде сүзбе болса, шұжық болса салып орап қуырсаңыздар өте дәмді шығады. Бір жұмыртқамызды жарып, тұз салып, осылай салып, батырып алып, тапамызға қойып, қуырып алатын боламыз. Екі жағын қызарта қуырып аламыз. Біздің бүйректер дайын, өте керемет шығады. Таңғы асқа жесеңіздер өте дәмді, балалар да қуана жейтін болады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.